Алтыншы дәріс қаржы қағидалары кітабының тәпсірі түсіндірмесі. Біз бүгін қаржылық әдет қалыптастыру алгоритмі және қаржылық әдеттер деген тақырыпқа келдік. 29-31 беттер. Енді кітапты оқысаңыздар толығырақ түсінесіздер, бірақ мен енді кітапта айтылмаған немесе кітапта айтылған, бірақ жұрт онша мән бермейтін тұстарды осы тәпсір арқылы жеткізіп жүрмін. Негізі мынау әдет деген біздің мынау кітапта жиі айтылатын нәрсе. Сенің қанша табатының маңызды емес, сенің қандай қаржылық әдеттерің бар, сол маңызды. Яғни қаржылық әдеттерің дұрыс болған сайын қаржылық жағдайың да дұрыс болады. Қаржылық әдеттерің бұрыс болған сайын қаржылық жағдайың да бұрыс болады. Бұл заңдылық, себеп салдар байланысы өмірдегі. Соны ескеру керек, соны ұмытпау керек. Енді бұл жерде бұл инсайт десек те болады. Бұған дейін біз қаржылық образ деген тақырыпта, қателеспесем, бұны басын ашып қозғағанбыз, бірақ осы жазба арқылы, осы аудио арқылы тағы бір жеткізгім келіп тұр. Яғни әдет қалай қалыптасады? Мысалы, мен кейбір адамдар білем, көп адам бар, бір әдет қалыптастыра бастайды да, сосын жарты жолда тастап кетеді. Көп жағдайда тастап кетеді. Енді олардың қателігі қандай десеңіз, олар бағанағыдай сол әдеттің иесі ретінде өзін сезінбейді. Олар әдетті нәтиже үшін қалыптастырады. Мысалы, біреу салмақ тастау керек дейді. Салмақ тастау деген бір мақсатты, нәтижені көздеп әдет қалыптастырады. Яғни қандай әдет болуы мүмкін? Өзін қинап кешке тамақ жемейді, өзін қинап бағанағыдай мучной дейді, ұн тағамдарын жемейді, өзін қинап спорт залға апарады. Былайша айтқанда бір қиналумен келіп жатыр да бұл әрекеттер. Сөйтіп ол ойлайды, миы қарсыласа бергеннен кейін ойлайды, мына әдетті қойшы дейді да, тастай салады. Нәтижесі де құрсын, әдеті де құрсын деп тастай салады. Осы сияқты мен бір досым бар, ағылшын тілін үйренемін деп жүргеніне мысалы қанша жыл болды? 2009-да айтқан, 15 жыл болды, әлі үйренген жоқ. Қызық, курсқа баруға талпынады, өзінше бір нәрсе үйренуге тырысады. Бір әдеттер ғой негізі, былайша айтқанда алға жетелейтін әдеттер ғой. Сол бір тіл үйренуге қатысты әдеттерін қалыптастырмай ақ қойды. 15 жылдан бері әлі үйренген жоқ ағылшын тілін. Мен оған қалжыңдап айтам, сен ағылшын емес, қытай тілін үйрене берші бірден деп. Яғни неге ол жігіт түсініп тұр ғой ағылшын тілі керек екенін, бірақ та неге ол әдеті қалыптаспады? Тіл үйрену, тілге көңіл бөлу әдеті. Неге? Өйткені ол осы әдет арқылы бір нәтижеге жеткісі келіп тұр. Бірақ бұл формула жұмыс істемейді. Қандай формула жұмыс істейді десеңіздер, негізі әдет қалыптастырмастан бұрын өзіңді сол әдеттің иесі сезінуің керек қой. Сол әдеттің иесі қандай болады? Сол әдеттің иесі не істейді? Образ, қаржылық образ деп айттық қой, тақырып сол сияқты, кез келген образ. Яғни сен өзіңді жазушымын деп сезінбесең, жазушы деген образың болмаса, онда саған тұрақты жазу қиын болады. Сен өзіңді қинап, мәжбүрлеп жаза бастайсың. Сен өзіңді былай бағалауда, өзіңді қабылдауда, егерде бағанағыдай денесі ширақ, артық салмағы жоқ, салауатты өмір салтын жүргізетін адам ретінде қабылдамасаң өзіңді, солай сезінбесең, солай көрмесең өзіңді, онда мынау әдет қалыптастырудың бәрі әшейін өзіңді қинау болып қалады. Демек, мына кітапта дәл осы бөлімде бір ерекше сөйлем айтылады. Қандай сөйлем? Әдетті нәтиже әкелетін құрал деп ойласаң, қателесесің. Бағанағы 5 килограмм салмақ тастау, 10 килограмм салмақ тастау құрал ғой. Салмақ тастаудың құралы ретінде көрсең, сен былайша айтқанда жеңіліске ұшырайсың. Сөздің қысқасы. Өздеріңіздің қалыптаспай қалған әдеттеріңіз еске алыңыздар. Бір жерден естігенсің, ойбай жүгірсең жақсы, таңертең ерте тұрсаң жақсы, анау мынау деген сияқты. Бірақ ол әдеттерді не өзіңді қинап жасайсың, не ұзаққа бармайсың, не тастай саласың. Көп жағдайда тастай саласың. Енді мен қазір өзімнің қалыптасқан әдеттеріме қарасам,
барлығы ол менің қалыптасқан, өзім қабылдаған образдарыма сай әдеттер. Демек, бағанағы формула қате дедік қой. Әдетті нәтиже әкелетін құрал деп көрмеу керек. Әдетті, мына өте маңызды сөйлем. Әдетті сенің образыңды ұстап тұратын, сенің сол образдың иесі екеніңді дәлелдеп тұратын құрал деп қарау керек. Қалай? Мысалы, сен өзіңді салауатты өмір салтын ұстанатын, прогрессив, заманауи, сондай адам ретінде бір сәт сезінсең, өз-өзіңе соны сезінуге рұқсат берсең, бір жеңіс. Және күнделікті бір таңертең ерте тұру арқылы, таңертең 10 000 қадам жасау арқылы, сағат мысалы 2-3-тен кейін чай ішпей, кофеин ішпей, кешке жатардан бұрын 2 сағат тамақ ішпей жүру, сол образды ұстап тұратын әдеттер болса, онда саған ол әдеттерді ұстану, тастап кетпеу жеңіл болады. Неге? Бұл жерде сила воля, дисциплина деген сөздерді алып тастау керек. Бұл негізі ол өзіңді қинау, ол сила воля деген дисциплина тек басында керек шығар. Қалғаны ол ең күшті сезім, ол өзіңнің сол образдағы адам екеніңді өз-өзіңе дәлелдеген кезде, соны мақтан тұтқан кезде, бұл ең үлкен сезім осы. Жалпы ең үлкен бір күшті эмоциялардың бірі өзіңді мақтан тұту эмоциясы. Яғни сен өзің қандай болсаң, өзіңді мақтан тұтар едің. Бірінші сұрақ. Екіншісі, сол сезімді беретін қандай әдеттер бар? Яғни сол сезімді саған сыйлайтын қандай әдет бар? Мысалы, сен өзіңді жазушы, ұлы ағартушы, ұлы жазушы сезіну деген сондай бір образың болса, сен өзіңді мақтан тұтсаң, егер сондай болсаң, және сол сен сондайсың деп күніге саған көрсететін әдетің мысалы жазу болса, күніге мысалы немесе аптасына 2 пост жазсаң, сол жазу арқылы сен өз-өзіңе, сен Дәке, сен сондайсың, сен жазушысың, ұлы жазушысың, супер жазушысың, былайша айтқанда тілге жеңіл, жүрекке жылы тигізіп жазатын жазушысың деген образды сен әр жазған сайын сен өз-өзіңе соны дәлелдесең, күшті сезім ғой, мақтан тұту сезімі. Сен анау әдетті қайталай бергің келеді. Және бұл жерде қиналмайсың. Мысалы, біреу маған қарап, мен аптасына 2 пост жазсам, немесе күніге бір 200-300 символ текст жазып отырсам, біреу сырттан қарап қиналады да, мынау шаршамайды екен, қалай қиналмай жазады. Оны түсінуге болады. Ол адамда мен сияқты ұлы жазушы деген образы жоқ. Ода ондай образ жоқ. Сол үшін ода ондай образ жоқ болғандықтан менің мынау әдетімді ол түсінбейді. Ол әдетіме қарайды да, сырттай қарайды да, мына өзін қинап жатыр, не деген сила воля, не деген дисциплина деп таңғалады да. Бірақ мен өзіме керек эмоцияны алып жатырмын ғой. Қалай? Айттық қой, әдет ол нәтиже әкелетін құрал емес. Әдет образды бекітетін, өзіңді сондай екеніңді дәлелдейтін құрал. Солай қарасаң, сен ана әдетті қайталай бергің келеді. Мен кезекті бір жазбамды жазған сайын, Дәке деп бекіте берем да. Дәке, сен сондайсың, сен сондай жазушысың. Міне бүгін мынау әрекетің, мынау әдетің арқылы дәлелдедің деген сияқты. Бүгін дәл осы аудионы жазып жатқан кезде менің таңертең 5 пен 6:30 арасы таңғы серуен жасап жүргеніме паркте бүгін 32 күн болды. Және мен әр күн сайын бұл әдетімнен ләззат аламын. Менде ешқандай бір дисциплина, сила воля қоспаймын. Өзімді күштеу деген нәрсе жоқ менде. Бірақ сырттай қараған адам ойлайды, мынада сила воля мықты, дисциплина мықты деп ойлайды. Ешқандай несі жоқ оның. Енді мен сырын айтайын, неге? Бағана образ. Мен де бұрын тырыстым ғой, осы әдетті қалыптастыруға, бірақ алгоритм дұрыс ұстанбадым. Мен бұны бір нәтиже, бір мақсат ретінде алдым да. Мысалы 90 күн бойы таңертең 5 пен 6:30 арасында тұрам десем, мен өзімді бір мақсатқа байлап тастаған болар едім. Өзімді бір қинап тастаған болар едім да. Яғни әдетті нәтиже әкелетін құрал ретінде көріп қалған болар едім. Сөйтіп мен ерте ме кеш пе 90 күннен кейін ба шыдап бұл әдет тастап кететін едім. Өйткені бұл әдет бір андай гүлге су құйып жатқан сияқты емеспін да. Жай құйып жатырмын суды, бірақ қайда құйып жатқаным түсініксіз. Ал енді
алгоритм деп жатырмыз ғой, әдет қалыптастыру алгоритмі. Мен алгоритмді өзгертіп көрейін. Дәке, мен бұл Жапониядан кейін бір жапондарға қарап, бір өзімше жапондардың образын үстіме киіп көрдім ғой, енді өте қатты әсер етті. Олардың бағанағы ерте тұратыны, еңбекқорлығы, сабырлығы, бір істі соңына дейін істейтіні, бір өзін өзі былайша айтқанда бір жақсы жанкештілік дейікші, еңбекқорлығы бір тәнті етті да. Мен де сондаймын, сондай боламын, сондай болсам өзімді мақтан тұтам деген бір образ қалып қалды менде. Бір жапондық образ бар да. Сол образды алдым өзіме, сөйтіп сол образды растайтын, сол образға сай екенімді дәлелдейтін бұл әдет қой таңертең. Яғни күнде мен таңертең тұрған сайын анау иә дәке сен осындайсың дегенді естимін өз-өзімнен ісім арқылы. Сөйтіп менің әдетім күннен күнге ана әдетті ұстану жеңіл бола береді. Өйткені ана образы шегелеп жатыр да. Бір рет Жапонияда 7 күнде киіп көрген образды шегелеп жатыр. Сөйтіп менде мынау әдет, мен күніге әдетімді жасаудағы мақсатым ана образымды өз-өзіме дәлелдеу. Сен сондайсың дегенді дәлелдеу үшін жасаймын да әдетті. Және дәлелдеймін, ана әдетті жасап болғаннан кейін, таңғы серуенді жасап болғаннан кейін бір күшті сезім болады. Бұл қай сезім деп ойласам, ол өзімді мақтан тұту сезімі екен. Ең мықты эмоция осы. Бұл сыйлық емес, бағанағы бір шетелге жолдама емес. Ең мықты, ең күшті эмоция ол өз-өзіңді мақтан тұту эмоциясы. Ал нені мақтан тұтасың? Ол достойный образды мақтан тұтасың. Достойный образға сәйкес болғаныңды мақтан тұтасың. Сол үшін, енді бұл қаржы тақырыбы ғой. Сіздің бір қаржылық әдеттеріңіз егер қалыптаспай жатса, мысалы есеп жүргізу. Көп айтады, мен өзімді жаман сезінемін дейді да, есеп жүргізіп тастап кетеді да енді. Кіріс шығыс есебін жүргізіп жүріп, немесе ақшаны үнемдеу деген әдет бар, немесе бір таңертең 20 минут қаржы туралы кітаптар, журналдар, газеттер оқу, болмаса бір ақшаны есептеп, алдын ала жоспарлап, бюджет жасап, бір әдеттер бұның бәрі, қаржылық әдеттер. Енді бұл әдеттерді егер де сіздің образыңыз қаржы генийі болмаса, қаржыға ұқыпты қарайтын Данияр болмаса, немесе сол былайша айтқанда қаржыны басқарушы инвестор деген образдарыңыз болмаса, шапоголик, ақшаны тұтынушы деген, кітапта көп айтылады сол, шапоголик, тұтынушы деген образдар. Сондай образдағы адам болсаңыз, сізге әдет қалыптастыру қиын болады, миыңыз қарсыласады. Өйткені образыңыз бен әдетіңіз сәйкес келмейді. Мен айтар едім, сол образды өзгерту керек. Бағанағыдай қалай өзгерту керек? Ол үшін айналаңыздағы сондай біріншіден қазіргі жаман образыңыздан жиіркенуіңіз керек. Жиіркеніш тудыру үшін бұның қандай зияны бар, бағанағыдай ақшаны ысырап ететін, керек емес покупка жасайтын, ақшасына қалай болса солай қарайтын, стрессті ақшамен жабатын бір образыңыздың жиіркенішті екенін түсінуіңіз керек. Мына кітаптан мысалдар арқылы, мына кітапты оқысаңыз, көп жазады маған. Мен үнемдей бастадым, өзгере бастадым деп жазады да. Яғни мен жазушы ретінде кітапта образды бекітуге тырысам адам санасына. Мен үйретпеймін ол жерде, былай істе деп. Мен образға жұмыс істеймін. Яғни сен инвесторсың, сен осындайсың деген сияқты көп адамның осы кітапты оқып болғаннан кейінгі өзіне деген образдар өзгере бастайды. Яғни ақша шашушыдан ақшаны үнемді қолданатын инвестор образына ауысып, сосын анау әдеттері өзінен өзі қалыптаса бастайды. Сосын жалпы байлардың, шын байлардың өмірбаяндан оқып барсаңыз, Бенджамин Франклиннен бастап, қазіргі замандағы Уоррен Баффет болсын, Сырымбек аға болсын, бізге жақын, сол кісілердің сұхбаттарын тыңдасаңыздар, сіздер бәріне ортақ бір байлардың образын көре бастайсыздар. Ол қандай образ? Ақшаға ұқыпты қарайтын адамның образын көресіз. Сөйтіп, сіз ана образға ғашық боласыз, жақсы көре бастайсыз. Сөйтіп, мен де сондай болсам екен, мынау адамзаттың ең бай адамдардың бәрінде осындай әдеттер, образдар бар екен ғой деп, сізде бір ғашықтық сезімі болады, ұнату, жақсы көру сезімі. Сөйтіп, менде де сондай болса екен деген бір аңсау, қалау пайда болады. Сөйтіп,
бір сәт өзіңізге анау образды киіп аласыз ғой ана кісілердің. Сөйтіп әрбір ақшаны үнемдеген сайын, бір ойланып ақша жұмсаған сайын, ақшаның есебін жүргізген сайын бір өзіңізді мақтан тұтып қаласыз да. Опа. Және осы нәрсені көбейту үшін сіз қайталай бересіз, әдет, сөйтіп әдет қалыптасады. Сөйтіп дұрыс қаржылық әдеттер қалыптасады. Алгоритм осы, достар. Бұл енді қаржы туралы айттық, жалпы әдеттерге туралы айттық. Әдеттеріңіз қалыптаспай жатса, бір ойланып көріңіздер осыған қарап.